Бүгінгі көретініміз күшті машинадан кішкене былай бақсы машиналар. Неге бетозын қисатпыш? Жақсылау деп Гүлекең айтып қойды, уәде беріп қойды, сондықтан да мінекей. Теріп жақсысын түсіреміз дешеш. Иә, Гүлекең ондай табуға шебер енді. Мәссаған. Не болды? Бағасын жазапты. Біз сұрай қоямыз ғой айтады ғой. 2007 жылғы. 2007 жылғы дейді. Toyota кім мынау? Камридің нешесі мынау? Камри неше мынау? Неше болады? 40 па? 45 пе? 2007 болғандай, объем 2-де 4. Так, телефон нөмірі мынау қанша? Айтшы. Уалейкум салам. Қанша? 5 миллион жарым ба? 5 миллион 5 жарым. Нешелік мынау? Неше Камри неше мынау? 40 қой, бәсе 40. Точно айтқан екен ғой. Үйреніп қалыпсың ғой. Так, Мерседес. Қанша дейді? Бенц E320. Сразу бұны айналып көрсетпей-ақ қойын. Бірден айтайын, 96 жылы 3 миллион 200 бір саудасы бар дейді. Мына Hyundai, мінекей көрдіңіздер ме? Жақсы көліктер. Томпақ екен, күшті әдемі екен. Алдыңғы видеоларымызда ескілер бар, ескі көрем десеңіздер. Деп тұр ғой. Бой, не болып кетті Гүлекең? Түсінбей қалдым ғой. Сөзімнен жаңалық болдым ғой, не етейін деп тұрған. Гүлекең қатыр жібереді арасында сөйтіп. Ялантыр екен мынау. Гүлекең сосын 2000? Қазір айтам. Кім айтайын деп едім. Hyundai Ялантыр. А? Hyundai акценттерді қарап жүрші. Иә? Так, мынандай. Жаңа Гүлекеңнің андай әрекетіне не айтарын білмей тіпті әлі жаңалысып тұрмын. Ой, сонда бастарың айналып қалатын болып тұр ғой, ондай көрсететін болса. Қандай? Деп көрсететін болсам, бастарың айналып қалатын болып тұр ғой. Олын жат сонда? Андай. 90-да 90 ба? Ол мағыл дейтін еді? 60-да 90. 60-да 90-да 60. 5 миллион 800 сұрап тұр. Объем 1,6. Телефон нөмірі мынау. Так, не? Акцент бар ғой не? Kia акцент. 2012-2014-тер бағасын қарап жүрейік. Ол корейский ма, ол қазақский ма? Сонда бағасы салыстырайықшы қазір. Иә. Мынау кім? Toyota 2006. Көрдіңіздер, бұл жақта кішкене жылдары уже 2000-нан жоғары. Сосын сырттар тың болып көріп тұр да. Алдында видеоларда келген ескілер болды, 96, 90 деген сияқты. Так, мынаның ішкі келбеті бетіп көрсетейін дегенім ғой. Так, не мынау? Автомат. Неше жүрген дейді? Жазып тұр ма бұл жерде? Жүрісі жоқ. Бірақ 2006 болсам жүрісін сұрамайсың ғой. 5 миллион 300. 5 миллион 300. Телефон нөмірі мінекей. Саудаласам алам десеңіздер хабарласып болады. Ойынба да жақсы екен. Қайсы бұйымды? Міне? Қайсы? Міне. Ал жақсы көрсетейік жүр. Что қашиш? Жақсы екен. Жүр. Сен енді мадам бембі көрсетпеген сен көңіл күйің онша болмай жүрген сияқты. Осыдан кейін көңіл күйің көтеріледі деп ойлаймын енді. Мәжбүр да нағаш бембіні айтсаң. Давай ал айт, өзің таныстырғың келіп бара ғой. Мадам мен сөйлетіп жүрдім. BMW X5 2004 жылғы, объем 3, газ 5-ші поколение, барлығы родной туған демен ал дейтін еді. Цена какая у него? Бағасы қанша? Бағасын айтпаған ба? 6 миллион. 6 миллион сұрап тұрғаны да? 77 369 39 91 нөмірі. Toyota барата кететін, бір жүрдің мұсы? Сәлематсыз ба? 2008 жылғы екен. Әйел адам екен, айдап жүрген, жүргізіп жүрген. Бұл Toyota Camry деп келе жатсам, Toyota Corolla екен. Так, Corolla'ның бағасын қазір білеміз. Так, қандай? Механика автомат екен. Сіздікі ма, өзіңіздікі ма? Қыз бала жүргізген екен. Так, 4 миллион 100 теңге деп сұрап тұр. 2008 жылғы Европейка полный комплект дейді. Ал осындай жағдайы. Ішін көрсетіп жіберейін қазір. Ішін ашып қойған екен. Ішкі жағдайы мінекей. Панельдері мынау. Видео салон.
Так осы алам десеңіздер жаңағы нөмірге хабарласып саудаласып көріңіздер. Күшті. Жүрсін қыз бақылдап күшті болып жүреді де. Кім бұл? Жүрісі бөлек те, Әдемі екен. қайық сияқты. Кім бұл? Қарау керек те. Жоқ, бет аузы әдемі екен. Жоқ, анда жүрісін қарағанда көрдің бе, өйтіп бақылдап сылқылдап күшті болып жүреді. Олай емес, жоқ олай емес. Жоқ, олай емес. Әдемі жүреді, әдемі. Мына жердің бәрі қатардан Мерседес болып кетіпті. Так, мінекей мына Мерседесті көрсетуге тұрады екен. Алып көрейік ендеше. Қанша деп тұр? Міне 97-лер мына жерге де кіріп кетіпті. Жоқ, көрсетпей-ақ қояйыншы уже. 97-нің өзін 4,5 миллион деп тұр. Кете берейік әрі қарата. Болмайды. Так, мына Мерседесті. Бұл да ескі деймін де, қай жылғы? 91-де ме деймін де? 19 ғасыр сияқты ол. Бәсе, 19 ғасырдық. Так, мына жақта. 97-98-дер. Мынау кім деген? Мынау Hyundai я. Kia көп кездеспей жатыр әлі. Акцент. Hyundai акцент пе? Иә. Қойшы. Мен алып жүрмеді Kia акцент деп жүрмін бе? Ой, қай жылғы? 22. 22 Hyundai акцент. Иә? Содан? Сен де акцент тізе біршісің бе? Солай ма? Басымыз айналып кетті. 22-ші жылғы 6,5. Бұл 22 жарым. 22-ші жылғы. Жаңа ғой, иә. Гүлекең уже машина танитын жағдай естіп қалған ғой. Мына Toyota арзан ғой, мына Toyota нете берейік, ала берейік, түсіршейік деп нетті да. Арзан екен біліп тұр Гүлекең. Ал барайық шейлап. Бет аузы да бәрі жақсы. Соны айтамын, күшті болып, свежий болып көрініп тұр. Қазір қарап шығайық, енді бағасы да қол жетімді. Нарықтағы бағаға қарағанда. Қазір айтып таныстырады Гүлекең. Түсіріп береміз аға. Түсіріп береміз. Жүр, осы жерде жүр баға. Ес, осы жерде жүр. Жаңа сөйтіп айтқан, саудаласамыз деп. Жақсы саудасын берейін тұрған сияқты. Сондай. Қайда? Сұрап отыр. Түсіріп, саудалас. Так, мына іштері мынандай. Так, Toyota Camry 30-дық, 2004 жылғы, объем 3, автомат 4 миллион 700 деп тұрғанмен, бұны саудаласамыз, түсіреміз деп тұр өзі. Біздің Куан автодан деп айтыңыздар, мына нөмірге хабарласып, газ бензин екен. Жақсы бағаға түсіріп береді. Мына Мерседесті де тоқтап кетейік. Так, сразу бүйтіп айтайық онда. Сыртын айналып көрсетпей ақ қойын. Жылы деген 2,5 миллион 200 сұрап тұр. 3,2 объемы автомат. Телефоны мынау артқы жетек. 12-13 литр жетпейді. Так, одан кейін тағы да келесі. Мына қатарлар кейін ескілер кіріп бе не? Мынау кім деген? 94 жылғы. Міне 94 өткен ғасыр кіріп кетті ол жаққа. Так, кішкене жақсылар бар ма? Свежий, новыйлаулар. Мінекей көп кездесе бермейтін ерекше көліктердің бірі. Гольф. Гольф, гольф болғанда да мынау соңғы жылдардағылар сияқты. 15-ші жылғы. 15. 15? Бәсе, мінекей соңғы жылдардағы. Біздің көріп жүрген жақта ескі көліктер деген алым-жырым болып жатқанда ғой. 6,5 дейді. 6,5 сұрап тұр ма? 2015 жылғы неге 6,5 сұрап тұрған. Бізде турбо дейді. Телефон нөмірі мынау. 6,5 дегенде гольфқа 6,5 қалай болады екен өзі? Бірақ енді жылы жаңалау демесең енді. Да? Бірақ енді күтіп айдалған жақсы шыттай болып тұр екен. Міне Lexus. Lexus деген жақтар көп кездесе бермейді, а? Лёхабай. Лёхабай деген Гүлекеңнің өзінің аты бар екен. Ой, Гүлекем ай. Гүлекем қатырады деймін. Қараңыздар, Lexus. Так, қалай екен Гүлекем? 2002 жылғы объем 3 автомат, газ, бензин. Неше мың дейді? 509 ба? Қойшы, қайсы? Аржан. 509 енді ол тұмпақтау. Енді анау 2002 жылға 5 миллион 900 деген тұмпақтау шығар енді. Қаншама енді. Қанша жерден Леха болса да. Соны айттым 2002 жылға. Білмеймін достар, өздеріңіз нағыл дейсіздер. Мүмкін мен шатасып тұрған шығар. Гранд Витара дейді. Сузуки ма? Сузуки. Әртүрлі алып көрсетейік деп жатқанымыз енді. Сузукиға негізі білмеймін, көп адам сұрай қоймайды сияқты. Бізден сұрамайды әйтеуір. Сузуки көрсетші деген адамды көріп жатқан жоқпыз. Бірақ мінекей алам десеңіздер, қазір Гүлекең айтайын деп тұр.
айта алмай тұрмын. Тебініп тұрғанға мен сен бірдеңе айтайын тұрған шығарсың. 5 миллион теңге сұрап тұр бұл да. 2008 жылғы. Ал телефон нөмірі осы. Мына акцентті көрсеткім келіп тұр. Акцент Hyundai деген көлік. Так, былай қараған сыртынан енді керемет бұл. Қазақстанский олар да, қазақстанский ма? Уалейкум салам. Қазақстан ба? Таныдың ба дейсің ба? Жоқ, танымай тұрмын ал. Ана күнде Mitsubishi Lancer. Иә. Голубой цвет. Соны түсірдік па? Аған машинасы. Иә, алдында ол жазда ғой. Сол сіздің видеоны сатып кетті. О, жақсы болған екен е. Содан кейін келді де, адамдар келді ма? Алдым екен, біз TikTokқа түсірдік ғой деймін соны. Содан кейін сатылып кетті дейді. Так, мынау неме? Қазақстанский ғой да мынау да? Базовый комплектация қазақстанский. Ол негізі дилерский машина ғой. Дилерский. Ал осының ана корейский түрлері болады, олар кішкене қымбаттау бола ма олар? Корейский. Жоқ, Кореядан шыққандар болады ана. Иә. Іші дейтін не? Салоны деген. Кожа жаңағы. Сидинкс деген басқаша бүйткен. Мына нелерде басқаша болады деймін. Сол не? Олар бағасы басқа бола ма, жоғары бола ма? Қымбат бола ма? Алттан жоғары бола ма олар? Мына срочно сатам деп тұр екен, мына әншек 2015 жылы. Окончательно 5-ке дейді. Бірақ Қуанавтодан келіп тұрмын десе, бұл жігіт саудаласады, тағы да чуть-чуть түсіруі мүмкін енді. Саудаласып көріңіздер. Kia көп кездеспей жүреді. Нөр Кияны көрсетейікші. Ерекше екен, басқаша екен. Так, қазір өтеміз. Ішін көрсетеміз дегенім ғой. Жақсы көрініп тұр, приятно. Не? Жақсы күтілгенде көрініп тұр да, ол сүртіп қойғаннан бөлек та, былай көзбен қарағанда белгілі. Сізге видеодан қалай көрініп жатыр? Білмеймін. Видеодан жақсы көрініп тұрған шығар, күтілген. Kia Carens деген көлік екен. Так, қазір бағасымен танысамыз, жылы екен. Көрейік. Қай жылғы? 2014. Kia Carens дегенді мен бірінші көріп тұрмын енді көлік. Так, 7 миллион 200 теңге дейді. Саудасы бар дейді. Кеттік достар, біздерге лайктарыңызды аямай қолдап отырыңыздар. Келесіде вообще одан да күшті машиналарды көрсете береміз. Сіздермен бірге болғанымызға қуаныштымыз. Ана жерде күшті машиналарды көрсетеді енді көлік. Ана жерде жақсы машиналар бар. Ал кеттік бірге қарайық.